Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге тағы да бір ақпараттық видео жолдап отырмыз. Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы бойынша әкімнің жастар кәсіпкерлеріне, жастардың кәсіпкерлігін дамытуға арналған 1,5 миллион теңге гранты басталғанын айтып отырмыз. Бұл жерде Қарағанды облысы бойынша, Қарағанды қаласы бойынша 18 жас пен 35 жас аралығындағы барлық жастар қатыса алады. Грантқа қатысудың негізгі шарттары: 18 жас пен 35 жас аралығындағы жастар кәсіп бастауға беріледі. Сонымен қатар студенттер де қатыса алады. Бизнеске арналған 1,5 миллиондық грантқа қатысуға негізгі құжаттар: бизнес-план, шаблон бойынша жасалған 12 модульден тұратын. Одан кейін бастау бизнес жобасының сертификаты және де арнайы өтінім парағын толтырып, офлайн түрде өткізуі керек. 1,5 миллион гранттық конкурсына қатысуға құжат қабылдау уақыты 14 сәуір күні басталды, 2 мамырға дейінгі аралықта қабылдайды. Одан кейін іріктеу болып, комиссияда отырысы өтіп, комиссияның алдында жобаларды қорғап, сол бойынша гранттар тағайындалатын болады. 1,5 миллион грантына арналған қызметтер ұсынамыз, толық сопровождение жасаймыз. Ол жерде бизнес идея таңдап, ерекше ұтады деген өтімді бизнес-план жазып беріп, және де сертификат алып беріп, сол бойынша сізді апарып құжат тапсыруға өтінім парағыңызды толтырып береміз. Қолыңызға бизнес-планыңызды ұстатып, сертификатыңызды алып береміз. Сол бойынша барып құжатыңызды тапсырасыз. Одан кейін комиссияның алдында қалай сөйлеп, қалай жобаны қорғап шығу керек, сол бойынша да арнайы кеңестер беріп дайындайтын боламыз. Немесе арнайы сертификат алу мен бизнес-план жазу бойынша жекелей қызметтерде көрсететін боламыз. Осы жерде көрсетілген номерге WhatsApp арқылы байланысқа шықсаңыздар, толық ақпаратты ала аласыздар. Баршаңызға сәттілік. Каналға жазылып, видеоларымызға лайк басып қолдап отырыңыздар.